Петропавл қаласы күннен күнге көркейіп келеді. Баспаналар құрылысы ойдағыдай жүргізілуде. Жаңа мөлтек аудандар пайда болып, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсаруда. Осыдан бірнеше жыл бұрынғы Петропавлда қазіргі шаһармен салыстыру мүмкін емес. Мен осы қалаға келгеніме 47 жыл болды, сондықтан қандай қала болғанын бүгінгі күнде қаламен екеуін салыстыруға да болмайды. Сондай әдемілігі күннен күнге жарқырап, соның бәрі еліміздің экономикасы көтеріп жатқанын көрсетіп жатыр ғой. Неше түрлі қандай әдемі үйлер, қандай әдемі гүлдер, қандай әдемі көшелер, қандай әдемі тамаша фонтандар бәрі болып жатқанына біз өте қуаныштымыз, өте жақсы көреміз өзіміздің қаламызды. Өте көп гүлдер, ағаштар отырғызып жатыр. Енді тағы да бір сондай барлығымыз сүйсініп тосып жүрміз. Биылғы жылы мұсылмандардың мешіті ашылайын деп жатыр. Ол да бір сондай жақсы жетістіктердің бірі деп ойлаймын. Жалпы егерде бұрынғы кездермен салыстыратын болсақ, бүгінгі қала әлдеқайда көркейген. Келген біздің қонақтарда сүйсіне кетеді осы қалаға. Біз бұрында естімеп едік, білмеп едік, өте жақсы екен деп. Бір сондай тынымсыз жұмыс жүріп жатыр. Петропавлда абаттандыру жұмыстары жалғасып келеді. Оның негізінде қалада 23 көп қабатты баспана сырланды. Бүгінде бұл жұмыстардан Кәрім Сүтиша көшесіндегі үйлерде шет қалмады. Нөмірі 23 баспана көп жылдар бойы сұрықсыз түрде тұрды. Биыл қала әкімдігінің бастамасымен ғимаратты бояу қажеттігі туындады. Ни разу не красили. Біз тұрғындармен бірлесе үйді сырлай алмас едік. Қаражатымыз жоқ. Қала әкімдігі баспананы бояды. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Жолдар, тағы да жолдар. Бұл мәселе тұрғындарды көптен бері алаңдатып отырғаны рас. Жылда тың сұрақтың шешілуіне қомақты қаржы бөлінеді. Айта кету керек, Петропавлдың орталық көшелерінен бөлек жолдар қаланың шеткер аудандарында қалыпқа келтірілуде. Биыл облыс басшылығының шешімімен Былғары ықшам ауданында Рыжов көшесіндегі жол жөнделді. У нас запланирован ремонт 10 улиц города. Қаланың 10 көшесінде жолдар жөнделмек. Республикалық бюджеттен 1,8 миллиард теңге бөлінді. Рыжов бойындағы жолға 120,3 миллион теңге қарастырылған. Мұндағы жолдың аумағы 2,9 шақырымды құрап отыр. 20-шы ықшам ауданда жол жөнделіп қана қоймай, оның ені де 2 метрге дейін кеңейтілді. Жаяу жүргіншілерге де қолайлы жағдай жасалып, жиектастар қойылды. 19-шы ықшам ауданында абаттандыру бағдарламасына енді. Жол жөнделіп, жүргіншілерге арналған жерде ғажап кейіпте. Асфальт вообще хороший асфальт. Нормально. Әрине тастарды жүру оңай болмады. Асфальт төсегені жақсы, үйлерді де бояды. Алтын адам қонақ үй кешеніне апарар жол да жөнделді. Ол Егемен Қазақстан мен Кәрім Сүтиша көшелеріндегі аумақты қамтып отыр. Биыл қалада жарықтандыру мәселесі де шешілуге жақын. Көше бойларында арнайы электр қуатын үнемдейтін шамдар қойылды. Оған ел қазынасынан 1,6 миллиард теңге бөлінді. Запланирована реконструкция уличного освещения по 9 улиц. Қаланың 9 көшесін жарықтандыру мәселесі жіті бақылауда. Жалпы жұмыстардың аумағы 35 шақырымды құрап отыр. Бүгінде оның 55% дайын. Қалада шағын архитектуралық формаларды орнату жұмыстары қолға алынды. Жаз басталысымен облыс орталығында мұнда 5 сәулет өнерінің туындысы қойылды. Бірі Кәрім Сүтиша көшесі бойындағы шахмат клубы маңында орын тепті. Ал қобыз домбыра композициясы тақырыпқа сай өнер мектебінің дәл алдына орнатылды. Составы ең бірінші денесі металлоконструкция, темірден жасалған, және сырты стеклопластиктан жасалған. Ол стеклопластик сырты грунтоваться етіледі, сосын шкуркалайды, және автомобильный краскамен үстінен тағы бір рет түс беріп өтеді. Сәулет бөлімі мамандарының сөзінше, мұндай архитектуралық төл туындылар әлі де қала көшелерінде пайда болмақ. Жоспарда тағы 3 композиция бар. Бүгінде Петропавл қарыштап дамып келе жатқан қалалардың біріне айналып үлгерді. Келесі жолы біздің түсіру тобымыз шаһардың кейпіне сән беріп отырған өзгерістерді міндетті түрде көрсетпек.